Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Гүлзия Есетова. Бүгін сіздерге холодец дайындауды көрсетемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап жіберіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге сиырдың басы, құйқа керек. Осы барлығын пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан кейін барлығын тураймыз. Барлығын мясорубкадан тураймыз. Турап болғаннан кейін тұз, бұрыш саламыз. Чеснокты саламыз. Сосын жаңағы құйқа бас піскен сорпаның бетінен майын алып, сорпасын құйып, осылай сорпасын құйып аламыз. Сосын барлығын жақсылап араластырамыз. Сорпасы аз болып жатса, тағы да сорпадан құямыз. Басқа үлкендеу жайпақ ыдысқа саламыз. Бетін тегістейміз. Бетін осылай жақсылап тегістеп, салқын жерге қойып қоямыз. Ас болсын.